Сәлем достар, баршаңызға бүгін сіздермен бірге қызыл бархат пирожныйын дайындайтын боламыз. Ол үшін ең алдымен менің каналыма тіркеліп, видеоның соңына дейін көруді ұмытпаймыз. Видеодан көріп отырғандарыңыздай, дәл осы рецептпен жасайтын болсаңыздар, сіздердің пирожныйларыңыз дәл осы видеодағыдай болып, көтеріліп, әдемі, дәмді болып шығатын болады. Сол үшін осы рецептпен жасауға кеңес беремін. Ең алдымен біз айранымызды бөлме температурасына қойып, үстіне осында ас содасын қосамыз. Оған дейін біз құрғақ заттарды араластырып аламыз. Ол үшін бізге осындай ұн, какао, қамыр қопсытқыш және ванильді шекер қажет болады. Осы құрғақ заттардың барлығын ситадан өткіземіз. Араластырып қоямыз. Енді бөлек ыдысқа құрғақ ыдысқа 2 жұмыртқамызды саламыз. Үстіне шекерімізді салып, жарты шай қасықтай тұзымызды саламыз. Осылардың барлығын миксердің көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Міне біздің массамыз осындай аппақ болып көпіргенше жақсылап араластырып тұрамыз. Енді осындай бояғышты қосамыз. Құрғақ бояғыш қоспаңыздар, міне менікіндей топ декордың, яғни осы фирманың бояғышын қоссаңыздар болады. Үстіне күнбағыс майын құямыз. Тағы да миксердің көмегімен жақсылап тұрып араластырамыз. Біздің массамыз осындай қып-қызыл түске енеді. Массамыз дайын. Енді осының үстіне жаңағы айранымыз бен құрғақ затымызды 3-ке бөліп, осылай саламыз да жақсылап араластырамыз. Арасында ешқандай түйіршектер қалып кетпеу керек. Массамыз біркелкі болғанша осылай араластырып тұрамыз. Қарап отырсаңыздар, мен 3-ке бөлдім айранды және құрғақ заттарды. Миксердің көмегінсіз ақ осылай қолмен, күрекшенің көмегімен жақсылап араластырамыз. Алдын ала пешімізді 170 градусқа қыздырып қоямыз. Біздің қамырымыз дайын болды. Енді осыны противеннің үстіне осылай құйып, біркелкі етіп жайып шығамыз. Осындай кондитерлік құралдың көмегімен. Егер сіздерде кондитерлік құрал болмаса, оның орнына кәдімгі ас қасықты пайдалансаңыздар болады. Біркелкі етіп осылай жайып шығуға тырысыңыздар. Себебі піскен кезде кейде болады ортасы қалың, шеттері жұқа болып қалуы мүмкін. Енді осы қамырымызды біз 15 минутқа пісіріп аламыз 170 градусқа. Біздің қамырымыз дайын болды. Енді осының астындағы пергаментті аламыз, суытып аламыз жақсылап. Біздің бисквитіміз жақсылап суы қажет. Оған дейін біз кремін дайындаймыз. Ол үшін бізге салқын тоңазытқыштан шыққан осындай кілегей қажет болады және маскарпоне. Негізінде крем-чиз қосасыздар. Менде крем-чиз болмағандықтан үйде осындай маскарпоне қостым, яғни орнын алмастырып. Үстіне шекер қосып, миксердің көмегімен біркелкі крем болғанша жақсылап араластырамыз.
Енді дайын болған кремді осындай кондитерлік қалташаның ішіне саламыз. Менде осындай насатканың нөмірі 333. Бұл нөмірмен керемет роза гүлдер, басқа да оюлар жасасаңыздар болады креммен торттың бетіне, пирожныйдың бетіне. Біздің креміміз дайын болды. Енді бисквитіміздің шеттерін осылай кесіп шығамыз, бірдей етіп. Қисық жерлерін. Енді бірдей қылып осылай ұзынша етіп кесіп шығамыз. Көз мөлшерімен болмаса, кәдімгі сызғыштың көмегімен өлшеп кессеңіздер болады. Менде осындай ұзынша 6 дана шықты. Енді осылай бір-бірінің үстіне қойып, тағы да 3 бөлікке бөлеміз. Өте үлкен пирожналар шықты. Өте тойымды, өте дәмді болып шығады, достар. Енді қараңыздар, қисық піскен корждарды, яғни пирожналарды осындай бірдей етіп қойып шығамыз. Енді кремін жағып шығамыз. Өздеріңіздің фантазияларыңызбен жақсаңыздар болады. Бетіне гүл салсаңыздар да болады. Мен осылай біркелкі етіп жайып шықтым барлығын. Бұл торттың ерекшелігі дәмінде және қып-қызыл болған түсінде. Қызыл бархат дегеннің қазақшасы ол қызыл мақпал. Өте дәмді, өте нәзік торттардың бірі. Маған осы торттардың ішіндегі ең қатты ұнайтыны осы қызыл бархат торты, яғни пирожныйлары. Бізде барлығы 9 дана осындай үлкен пирожныйлар шықты. Енді осы дайын болған пирожныйларымызды біз кемінде тоңазытқышқа 5 сағатқа қойып қоямыз. Кремі бисквитіне жақсылап сіңуі қажет. Енді пирожныйларымыздың бетін әрлейміз. Кез келген жемістің көмегімен әрлесеңіздер болады. Менде осындай бүгін құлпынаймен сәндеуді жөн көрдім. Ал қалған 4 пирожныйға мен бетіне осылай қалған бисквитті майдалап сеуіп шықтым. Құлпынайлардың барлығын қойып шықтық. Енді дайын болған пирожныйларымызды тоңазытқышқа салып қоямыз. Егер кешке жасайтын болсаңыздар, онда таңға дейін тоңазытқышта тұрса, өте дәмді болып, кремі сіңіп тұрады. Достар, міне пирожныйларымыз дайын болды. Дәмін көрсеңіздер, өте керемет. Үйге қонақ күтсеңіздер де, өздеріңізге де осылай шаймен жеуге жасап көрсеңіздер болады. Қиын емес, өте дәмді. Сіздермен болған Ақбота Садыкова.